Кіреміз, настройка бөліміне өтеміз, локацияны басамыз. Міне достар, бізде осындай бет шығады. Оранжевый кнопканы басамыз. Енді осы жерге біз толтыратын боламыз. Бірінші міне Mary деп жазамыз да, кодымызды осы жерге жазамыз. 22.1. Екіншіге осы барлығымызға ортақ мына номерді жазатын боламыз. Және де үшіншіге мына тұрған Қытай иероглифтарын, сіздерге телеграмға жіберген Қытай иероглифтарын вставать етіп қоямыз. Міне осылайынан. Енді мына жерде тұрған оранжевый иероглифті басамыз. Осы жерде бізде осындай толығымен толтырып беретін болады. Енді бұл жерде біз бірінші қатарын өзгертеміз. Бізде мына жерде автоматым карвомыздың, яғни коды, өзіміздің кодымыз өшіп қалып тұр. Бұны біз қолмен жаза салатын боламыз. Енді төртінші, последний қатарды қараңыздар, Қытай иероглифтарының жанына жақшаны ашып, Mary деп 22.1, яғни мен өзімнің кодымды жазып жатырмын. Сіздерде өздеріңіздің кодтарыңызды жазатын боласыздар. Не семей жақшаны жауып қоятын боламыз. Міне достар, енді сіздерде осылай толтырылуы керек. Барлығымызда осылай болуы керек. Бірінші қатарда Mary 22.1 өздеріңіздің кодтарыңыз болады. 22.1 ол менің кодым. Екінші қатарда барлығымызға бірге сан болады. Үшінші қатарда бұл пин код тұра беретін болады. Төртінші қатарда міне осы адрес болуы керек. Және последний қатарда Қытай иероглифтары және де Mary деп кодымызды және қаламызды міндетті түрде жазып, мына жерге галочка, яғни осыны қосып қоямыз да оранжевый кнопканы басатын боламыз. Міне достар, бізде осылай адрес толуы қажет.